Қадиша Төлемісова бірнеше жылдан бері тұрып келе жатқан баспанасының қабырғаларына сызат түскенін айтады. Үй қажетті деңгейде жылытылмайтындықтан пәтеріміз ылғалданып тұрады дейді. Понимаете, я закрываю шторы. Қабырғаларымды жауып тастаймын, ылғалданып кеткен. Ал біз осымен демаламыз ғой. Ауыл тұрғындарының сөзінше жылыту қазандығы қазіргі күні толық қысыммен жұмыс істемей отыр. Сол себепті шағымдарын айтып, көшеге шығудан басқа амалдар қалмағандарын айтады. Батарея там не нужна. 7,5 за тепло и 7,5 за свет. 15 тысяч. Тұрғындар 10 градустан жоғары көтерілмейтін бөлмелерде қымтанып отыратындарын айтады. Ал жылу жөнді берілмеген соң бөлмелерімізге қосымша электр жылытқыштарын қосып, егесе шығынданамыз дейді. Вот сейчас в данный момент у меня 10 күн болды, 5-6 градустан бөлмеміз артық жылымайды. Ал айына 6000 теңгені жылуға ғана төлеп келемін. Дегенмен жылуға жауаптыларда ауыл әкімі де мұндай қолайсыздық уақытша ғана дейді. Себебі электр жүйесінің жөндеу жұмыстарына байланысты жарыққа тәуелді қазандықта өшіп қала береді. Бірнеше күнде солтүстік Қазақстандық жөндеуін аяқтаған соң қалыпты жұмыс істей бастайтынына сөз береміз дейді. 2-3 күн тиіш болды, халықтарға айттық. Содан 2-ші жұмаға кеткенде, енді осы 1-2 күнде бітіруге тиісті. Содан басталды. В этом году только вот начался, потому что бұл биыл ғана болып отырған жағдай, шағым бұған дейін түскен жоқ. Жарықтың сөніп қалуына байланысты қазандыққа генераторды қосып жылудан ажыратпаймыз деп ойлаймын. Ал өткен жылдарда үйде жаурап отырдық деген тұрғындардың шағымына жігер мекемесі биыл қазандықты жөндеуден өткіздік деп жауап қайырды. Дегенмен ауыл тұрғындары сөз берген тиісті мекемелердің уәделеріне сенгісі жоқ.